бізде бұл созуда біз әлиф, яйды өттік, енді вау. Вау әріпі тура сол осының ережесі сияқты алдыңғы әріп бізде дамма болу керек. Вау яғни созылу үшін дамма, өйткені у, екі у болады сонда бізде. Мысалы, вау әріпі алдыңғы әріп не? Н. Демек, н-ның харекеті дамма болу керек. Нухун, нухун, лутин, лутин, лут қауымы деген сөз. Нух пайғамбар. Худан, худан, худ алейхиссалам. Рухун, рухун, рух деген сөз. Аузу, сіздер аузу биллах деп жүрген сөзің немесі басы сол аузу. Аллахым сенен пана тілеймін мен. Енді қараңыздар. Наузу, наузу, біз пана тілейміз. Мен, на, біз деген. Араб тілінде осылай жасалады. Ятубу, ятубу, тәубе, тәубе деген сөз. Ол тәубе етіп жатыр. Ятубу, такуну, такуну, يدخلون يدخلون تعبدون تعبدون عابدون عابدون تدرسون تدرسون ساهون ساهون يمنعون يمنعون ماعون ماعون قيوم قيوم بسم الله مغضوب مغضوب ينفقون ينفقون немесе ينفقون ыңғып оқыңыздар. يوقنون يوقنون مفلحون مفلحون لما تقولون تقولون وإذا لقوا وإذا لقوا تتقون تتقون من جوع من جوع ما يخدعون ما يخدعون مجتمعون مجتمعون جим әрпіде бә, дәл сияқты тербетіліп оқылады. Егер сабақты көріп жүрсеңіздер, біз айтқанбыз бә, дә, қо дегендер ақ, әп деп тіреліп қалмайды. Әбі, әқо, әді деген сияқты. Сол сияқты жыда мұж деп қатқылмай сода. مجتمعون لمردودون لمردودون وتذرون وتذرون فأتبعوهم فأتبعوا жоқ бұл жерде фатха. Қатем болса дүзетіп отырыңыздар өсіп. Комментке жазып айтыр. Кей кезде мен де қате жүремін. فأتبعوهم قتلتموهم قتلتموهم لا يتمتعون لا يتمتعون سيغلبون سيغلبون мына біреу симады енді бүйтіп оқимыз оны. يسألونك يسألونك хамзаға тоқтаймыз. Тоқтаған кезде енді пока что сөйтіп үйреніңіздер. Хамза, но деп созылмайды да бұл. يستأذنونك
хамзаға сондай бір мынандай тоқтаған сияқты бір сондай болады. Ястазинунака деген сияқты арада бір пауза, бірақ негізінде ол пауза жоқ. Просто сіздерге түсіндіру үшін мынау сәл бөлек оқылады. Ястазинунака деген сияқты. Сосын біреулер қате. Ястазинунака, та деп тербетеді. Жоқ. Ястазинунака, ясмаунака, ясмаунака, тастатиуна, тастатиуна. Осымен мәт аяқталды, иншалла. Пайдалы болсын. Сұрақтарыңыз болса осыған дейін комментке жазып қойсаңыздар, біз түрлендіріп басқаша түсіндіруге тырысамыз. Өзіңіз түсінбеген жерлерді ақырын жазып қойсаңыз, мүмкін сіз сияқты басқа бір адамдарға ол пайдасы тиер. Иншалла біз түсіндіріп өтеміз бәріне, иншалла. Пайдалы болсын.